Кітап оқыған кезде ұйқыңыз келіп кетеді ме? Кітап оқып бастайсыз, бірақ 2-3 бетінен кейін есінеп ұйқыңыз келіп кете берсе, онда осы видеоны соңына дейін қараңыз. Осы видеода мен сіздерге кітапты оқыған кезде не үшін ұйқы келеді және онымен күресудің нақты жолдарын және де 100% нәтиже беретін әдістермен бөлісетін боламын. Ендеше танысып өтсек, менің есімім Нұрберген Бақтыұлы, жылдам оқу мен есте сақтау бойынша 7 жылдық тәжірибесі бар маман және де өте керемет бірнеше кітаптардың авторымын. Сонымен қатар осы уақытқа дейін 500-ден астам кітап оқыдым. Қазіргі таңда осы алдыма 4-5 жылда Қазақстанды кітап оқитын мемлекетке айналдырамын деген мақсат қойдым. Ендеше танысып өтсек, ары қарай видеомызды жалғастырайық. Негізінде біз ойлаймыз ғой, кітап оқыған кезде ұйқы келіп кетудің ең басты себебі бұл неден шығады десе, 97-99% адамдар былай деп ойлайды, ол кітаптың қызықсыздығынан деп ойлайды. Негізінде кітап оқыған кезде ұйқымыздың келуі кітаптың қызықтығына ешқандай байланыс білдірмейді. Неге дейтін болсаңыздар, біз кітапты, мынау мысалы қолымыздағы кітапты қызықты немесе қызықсыз деп айту үшін бұл кітапты басынан соңына дейін оқып бітіруіміз керек. Ал енді көп адамдар не істейді? Кітап оқыған кезде ұйқылары келіп кетеді, әсіресе 4-5 беттен кейін. Яғни біз қаншадан мықты, ақылды, білімді болсақ та, біз ешқашанда 4-5 бетін оқып алып, кітап жайлы ешқашан шешім айта алмаймыз. Біз кем дегенде кітаптың жартысын оқуымыз керек, немесе 3-тен 1 бөлігін оқуымыз керек. Енді сұрақ туындайды. Я, бәсе, мен де осылай ойлайтын едім, не болмаса біреулер енді түсініп жатуы мүмкін, я. Бәсе, кітап оқыған кезде, мысалы, кітап қызықты немесе қызықсыз болса, біз мысалы қайдан білеміз, ол кітап қызықты немесе қызықсыз екендігін. Енді осы орайда ең басты проблема неден деп ойласаңыздар, әрине ең басты мәселе ол адамның баяу оқуынан. Яғни адамның кітап оқыған кезде ұйқысының келуінің ең басты себебі ол баяу оқудан шығады екен. Енді мен сіздерге қазір бірнеше мысал келтіретін боламын. Ең алғашқы мысалымыз былай деп түсіндіріп көрейін сіздерге. Егерде мен сіздермен осылай сөйлесетін болсам, қандай әсерде боласыздар? Жалығып кетесіздер, ұйқыларыңыз келіп кетеді, іштеріңіз пысып кетесіздер. Енді қараңыздар, сіздер кітапты оқып жатқан кездеріңізде көпшілік адамның осы видеоны көріп отырған адамдардың бір 100% демей-ақ қойын, бірақ 95% минутына 120 мен 200 сөздің арасындағы сөздерді оқиды. Және де бұл өте төмен көрсеткіш болып табылады. Яғни мидың ұйықтап кетуіне ең күшті себеп десек болады. Яғни жаңағы мен баяу сөйлеген кезінде қандай сезімде болдыңыз, енді сіз елестетіңізші. Сіз мына кітапты дәл сондай жылдамдықпен оқып жатқан кезіңізде миыңыздың қаншалықты жалығып кететіндігін енді түсіндіре алдым ба сіздерге? Яғни миымыз біздің жалығып кетеді. Неге? Себебі біз баяу оқимыз. Адамның миының жылдамдығы өте үлкен. Адамның мына сөйлеуі, адамның сөйлегенінен қарағанда 21 есе миымыз тез жұмыс жасайды. Сіздерге мысалы мен Америка деген сөзді айтсам, көз алдарыңызға неше түрлі Нью-Йорк немесе үлкен дамыған мемлекет, ғимараттар, ең болмағанда доллардың суреті елестейді. Мен Америка дегенді айтқаныма 1 секунд болмаса да ойыңыз әлемді шарлап келді. Дәл солай біздің миымыз өте тез жұмыс жасайды. Мына ғалымдардың зерттеуінше адамның миы 1 секундта 1 миллиардтан астам информацияны қабылдап өңдеуге күші жетеді екенді. Ал енді сіз елестетіңізші, кітапты аштыңыз, жалпы мидың сол жарты шары логика мен тәртіпті өте қажет етеді, өйткені деп отырсаңыз, сіздің миыңыз бітті, жан-жаққа алаңдайды, өйткені оған қызықсыз. Сіздерге мен түсіндіре алдым ба? Сіз кітап оқимын деп отырасыз, ниетіңіз керемет, алдыңызға керемет мақсаттар қойдыңыз, бірақ одан ешқандай пайда жоқ егер сіз кітапты жылдам әрі түсініп оқымасаңыз. Мысал түрінде алып қарайтын болса, бір адам Алматыдан Астанаға барғысы келді деліге көлікпен. Енді ол адамның көлігі қанша жерден мықты болсын, ол адамның ниеті қанша жерден күшті болсын, ол адам мына Алматыдан Астанаға баратын жолды білмесе, ол адам
қанша күн өтсе де, ниеті күшті болса да, машинасы су жаңа болса да, ол Алматыдан Астанаға бара алмайды. Сол сияқты біздің ниетіміз қанша жерден күшті болсын, біз қаншама кітаптар сатып алайық, қаншама керемет мақсаттарымыз болса да, біз кітап оқудың техникаларын білмегеннен кейін бізде осындай проблемалар болады екен. Яғни түсіндіре алдым деген ойдамын. Ең басты проблема бұл баяу оқудан. Адам баяу оқудан құтылмайынша, адамда ұйқы келу, есте сақтау нашарлығы, ұмытшақтық, барлық нәрсе ол кетпейді ешқашан. Өйткені елестетіңізші, сіз мысалы ұйқы келуден күресіп жеңдіңіз деп есептейікші, баяу оқудан құтылмай-ақ. Энергияңызды арттырдыңыз, түрлі жаттығулар жасадыңыз, бірақ та сізді екінші бір проблема мазалайды. Ол қандай? Есте сақтаудың нашарлығы. Сіз есте сақтауыңызды жақсарттыңыз, керемет күшті болдыңыз, бірақ не нашарлайды? Зейін қоюыңыз, ойыңыз бөлініп кете беретін болады. Яғни бұл мәселелердің түп тамырының барлығы баяу оқуға келіп тіреледі. Неге біз энергиямызбен уақытымызды құртуымыз керек? Әрқайсысын дамытып жүруге. Біз одан да тұрайық та баяу оқудан құтыла салайық. Сол кезде бізде барлық проблемалар өзінен өзі кетіп қалатын болады. Мен сіздерге осы 7 жылдық тәжірибелі маман ретінде 100% қаншама адаммен жұмыс істеп, қаншама адамға сабақ өткізіп, және де қаншама адамнан түйген бір осы инсайт, баяу оқудан құтылмайынша сіз ешқашанда ұйқы келу деген проблемадан құтыла алмайсыз. Сондықтан кітап қызық емес екен, кітап ондай екен, мындай екен деген сөздің бәрін тоқтатып, біз баяу оқудан құтылуымыз керек екен. Енді осы орайда мынадай заңды сұрақ немесе күмән туындайды. Ал мақұл, сіздің айтып жатқаныңыз дұрыс деп есептейік, баяу оқудан болсын. Ал енді біз керісінше мынау баяу оқудан құтылудың себебі әрине жылдам оқуда ғой. Енді мынадай күмән туындайды адамда. Ал жылдам оқысақ түсінбей қалмаймыз ба? Керісінше жылдам оқысақ ақпарат көп болып кетіп, біз басымызға сыйдыра алмай қалсақ, лучше одан да баяу оқып жүре берейік деген сияқты ойлар болып қалады. Енді осы ойларға мен нүктесін қояйын, яғни осы нәрсенің дұрыс еместігін былай түсіндіріп көрейін. Мысалы, біздің айналамызда көзімізді ашқаннан бастап жылдам оқитын адамдар жоқ десек те болады. Екіншіден, біз көзімізді ашқаннан отбасымызда, мектепте, университетте, жұмыс орнында жылдам оқу туралы айтылатын ақпарат өте аз. Біздің мектеп кезінде оқытатыны 4-ші ма, 3-ші, 4-ші класста минутына қанша сөз оқисың деп минутқа оқыта береді. Арғылай жылдам оқудың ешқандай техникаларын үйретпейді. Соның салдарынан біздің ойымыз не деп ойлайды? Жылдам оқысақ түсінбей қаламыз деп ойлайды. Бірақ ол өте өтірік нәрсе. Яғни мидың бұл нәрсе бізді алдауы десек болады. Себебі сіздерге былай түсіндіріп көрейін. Мысалы, бұрында адамдар ұшақ болмас бұрын, адамдар түйемен, немесе кемемен, я болмаса атпен деген сияқты әртүрлі жерлерге саяхат жасады. Я болмаса осы көлік ретінде соларды пайдаланды. Бірақ араға 100-200 жыл салып, бізде ұшақ пайда болды, соңғы 19-шы, 20-шы, 21-шы ғасырларда. Енді сіздің 6 айда баратын жолыңызды ұшақ арқылы сіз 6 сағатта барасыз. Яғни бұрынғыдан қарағанда жылдам ба? Жылдам. Бірақ сапасы жаман болды ма? Сапасы жаман болған жоқ. Яғни сіз ұшақпен барсаңыз, денеңіздің бір бөлігіне немесе зиян деген сияқты нәрсе жоқ қой? Жоқ. Дәл бізді кеме қалай апарды, дәл бізді керісінше мынау ұшақтан қарағанда жердегі қозғалыстар қауіптірек болып жатады, көрдіңіз ба? Сондықтан жылдам оқуды да сіздерге солай түсіндіріп жатырмын. Яғни біз басымыздан шығарып тастауымыз керекпіз. Жылдам оқысақ түсінбей қаламын деген ой, ол өте өтірік ой, өз-өзімізді алдау болып табылады. Енді мына қызықты қараңыздаршы, мен осылай адамдармен жұмыс істеп жүріп мына нәрсені байқадым. Бұлай деп айтады көп адамдар. Біз жылдам оқысақ түсінбей қаламыз, баяу оқысақ түсінікті болады, біз осылай баяу оқып жүре берейік дейді. Хорошо деймін, сіздің пікіріңізді құрметтеймін, бірақ мына сұрағыма жауап беріңізші деймін. Сіз баяу оқисыз ғой кітапты? Иә, баяу оқимын. Жылдам оқысаңыз түсінбей қаласыз ба? Иә, түсінбей қаламын. Баяу оқысаңыз ше? Түсінемін. Давайте онда сынап көрейік деймін да. Соңғы оқыған кітабыңызда маған 100% түсінік айтып беріңізші десем, 99% адамдар не только кітаптан түсінікті айтып беру, ол кітаптың аты мен авторын да білмейді ғой. Яғни айтқым келетіні, біз баяу оқысақ түсінеміз деген ол өтірік нәрсе. Өйткені адам мына баяу оқудан құтылмайынша ол ақпаратты 100% түсінбейді. Адам жаңыл дегенде елесетіңізші. Мен мынау видеоның басында айтқанымдай деп тұрсам, қызық емес қой. Ал миға қызық емес нәрселерге ми құртқысы келмейді уақытын. Сондықтан бізде не болады?
бізде осындай есте сақтауымызда нашар болады. Сондықтан бүгінгі осы видеодан бастап басыңыздан шығарып тастаңызшы. Жылдам оқысақ түсінбей қаламыз, жылдам оқу рас па, шын ба деп ойлардың бәрін алып тастаңыз. Сіз одан да жылдам оқудың мүмкіндіктеріне назар салыңыз. Жылдам оқу дегеніміз адамдардың ойынша кітапты мынадай деп тез оқып шығу жылдам оқу емес. Ол білмеймін неге өйтіп адамдар өйтіп ойлайтындығын, бірақ та ол жылдам оқу емес. Жылдам оқу дегеніміз жылдам ойлану, жылдам шешім қабылдау, жылдам өмір сүру, жылдам есте сақтау, жылдам қабылдау. Сіз қанша есе кітапты жылдам оқисыз, сіз сонша есе алдыда өмір сүресіз. Шынымен де солай. Елестетіңізші, сіз бір айда 4 кітап оқисыз да мысалы. Егер сіз 3-4 есе жылдам оқитын болсаңыз, бір айда оқитын кітабыңызды бір-ақ аптада бітіріп тастайсыз. Қалған 3-4 апта уақыт қалтаңызда қалады. Ол 3-4 аптада 3-4 жаңа кітап оқысаңыз болады. Көрдіңіз ба? 100% түсінікпен жылдам әрі түсініп оқуға болады. Сол нәрсені сіздерге айтқым келеді. Мысалы, оған дәлел ең бірінші өзімді көрсете аламын сіздерге. Екіншіден, менің оқушыларымды біздің үлкен сабақтарымызға қатысқан қатысушыларымыздан ақ байқауға болады. Енді оның барлығын алдағы уақытта да осы YouTube платформасынан нәтижелерді шығаратын боламыз. Оған дейін біздің Instagram парақшамыздан да нәтижелерді көрсеңіздер болады. Енді біз тақырыбымызға қайтып оралсақ, және де осы баяу оқудан құтылудың қандай нақты техникалары бар, әдістері бар. Ең бірінші, сіз өзіңіздің оқу жылдамдығыңызды анықтап алыңыз. Яғни дәл қазір осы видеоны паузаға қойып, стопқа қойып, я болмаса осы видео аяқталғаннан кейін ерінбей, кейінге қалдырмай, хорошо, жақсы информация болды, сосын демей, дәл қазір телефоныңызға таймерді 1 минутқа қойып, кез келген үйіңіздегі, қай жерде отырсаңыз да, кітапты, я болмаса газет, журналдарды болсын, алып 1 минутқа оқып алыңыз. Яғни ең бірінші кеңесім, өзіңіздің оқу жылдамдығыңызды анықтап алыңыз. Негізінде ересектерде 120 мен 200 сөздің арасындағы сөздер өте баяу көрсеткіш болып табылады. Тіпті 220-250 сөздің өзі айтарлықтай үлкен деп айта алмаймыз. Бірақ енді осы видеоны көріп отырған адамдардың көпшілігі жаңағыдай 120 мен 200 сөздің арасындағыдай көрсеткіш болуы мүмкін. Жақсы, ендеше біз өзіміздің оқу жылдамдығымызды есептедік. Енді екіншісі бізде жоспар құру, яғни мақсат жазу. Сіз қанша сөз оқығыңыз келеді? Мысалы, біреу 400 сөз оқығысы келуі мүмкін, біреу 500 сөз оқығысы келуі мүмкін. Әркім әртүрлі сөздерді оқуы мүмкін, Дәл осылай мақсат жазыңыз. Және мақсат жазатын уақытыңызда қорықпаңыз. Басыңыздан мүмкін емес деген нәрсенің бәрін шығарып тастаңыз. Егер сіз дәл қазірден жылдам оқудың техникаларын үйренбей тұрып, сіз басыңызға егерде ондай оқу мүмкін емес-ау деген ойды жіберіп жүрсеңіз, сіздің алдыңыздан қанша мықты техникалар шықса да, ол нәрселер нәтижесін бермейді. Сондықтан біз бұл өмірге бір-ақ рет қана келеміз. Неге оны пайдалы өткізбеске деген Джек Лондонның сөзін алдымызға ұстаймыз да, неге пайдалы өткізбеске? Неге мен жылдам оқи алмаймын? Неге көп кітап оқымасқа деген сияқты алдыңызға мақсат қойсаңыз. Енді біз ары қарай тағы да техникаларды үйрену үшін мен оны екінші сабаққа қалдырдым. Яғни келесі видеода мен сіздерге нақты осы баяу оқудағы мынау сыбырлап оқу, іштен оқу, дауыстап оқу дұрыс па, әлде дұрыс емес па, біз қалай жылдамырақ оқимыз, сол туралы келесі видеоларды көрсеңіздер болады. Ендеше осы видео сіздерге пайдалы болса, ұнаған болса, өте көптеген пайдалы ақпараттар алған болсаңыз, парақшаға жазылуды ұмытпаңыз, арнаға тіркеліп алыңыз, және де достарыңызға таратсаңыз болады, және де біздің Instagram парақшамызға тіркеліп алсаңыздар болады. Осы YouTube парақшасында алдағы уақытта өте керемет пайдалы видеолар шығаратын боламыз. Неше түрлі кітап талдаулар болады, және де неше түрлі кітап оқудың, есте сақтаудың техникаларын үйрететін болам. Өте қызықты болатынына сенімдімін. Ендеше келесі видеода кездескенше, кітап сүйер қауым, аман, сау болыңыздар.